Сіздермен мен Шарыққан Құндыз қауышқанға қуаныштымын. Бүгін біздің арнамызда армандар орындалады жарқын болашақ тақырыбында шағын сұхбат. Бүгінгі біздің қонағымыз 11 сынып оқушысы Ибрахим Еркежан. Қош келдіңіз, Еркежан. Сізге қоятын бүгінгі бірінші сұрағымыз, сіздің өз арманыңыз бар ма? Сұрағыңызға рахмет. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Адам баласы болғаннан кейін менің де өз арманым бар. Бірақ құр армандамай, сол арманға жету үшін әрекет етуіміз керек. Әрекет дегеніміз оқу, даму, бір орында қалып қалу. Жақсы. Сіз осы армандарға жету үшін өзіңіз қандай ұстанымдар ұстайсыз? Рахмет. Біріншіден біз ниетімізді дұрыс ұстауымыз керек. Әр нәрсені өзіміздің ниетімізге қарай береді. Ниеті таза адам, адал адам, оның мақсаттары да, армандары да орындалады. Және ешқашан ұмытпау керек, сен өз өміріңнің авторысың. Бүгінгі сізге қоятын соңғы сұрағымыз, сіз өз болашағыңызға қалай елестетесіз? Рахмет. Қазіргі менің басты мақсатым сапалы білім алып, алдағы оқытудан жоғары нәтиже көрсетіп, жоғарғы оқу орнына грантқа түсу. Ал мен өз болашағымды өз армандарыма қол жеткізген адам ретінде көремін. Иә, сізге көп рахмет. Бүгін сіздермен болған мен Шарыққан Құндыз және біздің қонағымыз Еркежан. Қош сау болыңыз.